Қайырлы күн балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің өтетін сабағымыз ықтималдықтың классикалық анықтамасы және статистикалық ықтималдылық. Ал бірінші есебімізге көшсек, 31-де бірінші есеп. Есепті шығармас бұрын біз бұл тақырыптан білу керек формуламыз ол P тең M бөлінген N. Яғни ол дегеніміз біз мысалға ықтималдылықты табу керекпіз. M дегеніміз ол қолайлы жағдай болса бізге, ал N дегеніміз ол барлық мүмкін жағдай болып табылады. Ал ойын есепке көшсек, ойын сүйегін лақтырған кезде 1-ден 6-ға дейінгі сандар түседі. Төмендегі оқиғалардың ықтималдылықтарын табыңдар дейді. Ал бірінші оқиғамыз ол 2 санның түсуі. Ол дегеніміз бізде барлығы 1-ден 6-ға шейін сандар берілген, көрсетілгендей оның 2 сан түсуі, ол бізде мысалға M 2 ғана түсу керек, сонда 1 деп жазып аламыз. Ал барлық сан 6-ау. Сонда біздің P оқиғамыз ол тең болады 1 бөлінген 6. Ал екіншісі 1 немесе 2 сан түсу ықтималдылығы. Біз алдыңғы тақырыптарда өткендей немесе және шылауларын қолданамыз. Ол немесе дегеніміз ол яғни біз қосу қажетпіз. Сол кезде бірінші оқиға мен екінші оқиғаны қосқан кезде 1-ден 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 6 тең болады 1 бөлінген 3. Үшіншіміз 4 немесе 6 түсуінің ықтималдылығы. Бұл дәл екінші жағдайдағыдай болады. Бізде дәл солай 1 бөлінген 6 қосылған 1 бөлінген 6 тең болады 1 бөлінген 3. Ал келесі соңғы жағдайымыз ол 4-ші жағдай жұп санның түсуі. Бізде барлығы бұл 1-ден 6-ға шейін сандардың ішінен 3 жұп санымыз бар, ол 2, 4, 6. Яғни соғындықтан M-іміз тең 3-ке тең болады, ал барлық санымыз 6-ға тең болады. Сол кезде 3-ті 6-ға бөлген кезде бізде 2-ден 1, сол кезде 0,5 болады. Келесі есебіміз қорапшада 2 ақ және 5 қызыл шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың ақ, қызыл, жасыл болуының ықтималдылығын табыңдар. Бірінші кезекте А есебін осыны орындап алайық. Сол кезде біздің бірінші шартымыз ол ақ болу ықтималдығын табамыз. Бізде барлығы 2 ақ және 5 қызыл шар бар деген. Сонда барлығы 7 шар болады. Сол кезде біз 2-ні 5-ке қосқан кезде бізде 7. Бұл жерде көрсетілген. Ал ендігі бізге ақ болу ықтималдығы бізде 2 ақ шар бар ғой. Сондықтан қолайлы жағдай бізде мысалға А оқиғасы бізде 2 бөлінген 7-ге тең болады. Ал енді келесі Б оқиғасы деп алайық. Сол кезде ПВ деп жазып қойдым. Сол кезде барлық керек жағдай ол бізде 7 болса, ал бізге қолайлы жағдайымыз 5 қызыл шар бар, сондықтан 5 болады. Сол кезде 7-ден 5. Ал үшіншіміз бізде жасыл шар деп сұраған, бірақ та жасыл шар бізде мүлдем жоқ. Сондықтан да 0 бөлінген 7 тең болады 0 болады. Ал екінші есебіміз қорапшада 4 қызыл және 7 көк шар бар. Қорапшадан кездейсоқ алынған бір шардың қызыл, ақ емес, көк болу ықтималдығын табыңдар. Бұл жерде бірінші кезекте қызыл болуын табу керекпіз. Бізде сондықтан M-іміз тең 4-ке тең болады. Өйткені 4 қызыл шар бар. Ал барлық шар бұл жерде 11 болады. 4 қосылған 7-ден 11. Сол кезде А оқиғамыз тең болады 4 бөлінген 11. Сонда А оқиғаның ықтималдығы 11-ден 4. Ал екіншіміз дәл солай, бірақ ақ емес деп сұраған. Бізде бұл қорапшада ақ шар мүлдем жоқ. Сондықтан да біз бұл жерде 11 бөлінген 11 болады. Тең 1. Өйткені бізге керек жағдайдың барлығы ақ шар болмағандықтан 4-ке 7-ні қосамыз тең 11. Ал үшіншіміз көк болу ықтималдығын табыңдар деген. Көк болу бізде 7 көк шар бар, сондықтан M-іміз тең 7-ге болады, N-іміз тең 11-ге. Сол кезде 11-ден 7 болады жауабы. Келесі есеп 31-де 3 тәжірибе. Ойын сүйегі лақтырылды дейді. А, Б және С оқиғаларын қарастырайық дейді. А оқиғамыз сол ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 12-ге бөлінеді. Б оқиғамыз ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге тең. С оқиғамыз ойын сүйегінің жоғарғы жағындағы сан 2-ге бөлінеді делінген. Төмендегі теңдіктердің қайсысы дұрыс
жауапты түсіндіріңдер деген. Бізде барлығы осы ойын сүйегінде алты жақ болғандықтан 1, 2, 3, 4, 5, 6 деп аламыз. Сол кезде бірінші біз әр оқиғаны есептеп алайық. Бізде мысалға бірінші оқиғада А оқиғасында m-іміз тең 0-ге болады. Себебі сан 12-ге бөлінеді дейді. Бізде бұл жерде шығатын сан ешқалай 12-ге бөлінбейді. Сондықтан біз оны 0 деп аламыз. Барлық санымыз біз n тең 6-ға. Сол кезде 0 бөлінген 6 тең 0. Ал екіншіміз ойын Б оқиғасы ойын сүйегі жоғары жағындағы сан 2-ге тең болады. 2-ге тең болады, яғни ол дегеніміз бізде 2 саны бар. Сондықтан m-іміз тең 1-ге, n-іміз тең 6-ға, сол кезде 6-тан 1. Ал С оқиғамыз ойын сүйегі жоғары жағындағы сан 2-ге бөлінеді. Бізде бұл жерде 2-ге бөлінетін сандар 3 бар. Сол кезде 2, 4, 6 2-ге бөлінеді. Сол кезде m-іміз тең 3, n-іміз тең 6. Сол кезде 3 бөлінген 6. Жауабы 2-ден 1. Ал енді бірінші оқиғамыз А оқиғамыз тең 1-ге дейді. А оқиғамыздың ықтималдылығы тең 1-ге. Ол дегеніміз біз есептеген болатынбыз және ол 1-ге тең болмайды. Ол бізден 0-ге тең. Яғни бірінші шартымыз дұрыс емес. Екінші шартымызға қарастырсақ, А оқиғасы ықтималдылығы 0-ге тең деп жазылып тұр. Бұл оқиғамыз дұрыс. Үшіншіміз С оқиғасының ықтималдылығы 0,5-ге тең. Жаңа есептегендей, С оқиғаның ықтималдылығы 0,5-ге тең болды. Дұрыс. Төртіншіміз П оқиғамыз кері. Яғни ол дегеніміз Б оқиғасына кері, оны біз есептеген кезде бір азайтылған Б оқиғасының ықтималдығын азайтсаймыз. Сол кезде Б оқиғамыздың ықтималдығы 6-тан 1-ге тең болды. Ол дегеніміз бір азайтылған 6-тан 1, сол кезде бізде 6-дан 5 шығады. Ол оқиғамыз дұрыс. Ал 5-ші оқиғамыз Б оқиғасының ықтималдығы 1 бөлінген 6. Бұл яғни тоже дұрыс болады. Сыныпта 25 оқушы бар. Олардың ішінде 5 оқушы өте жақсы, 12 оқушы жақсы, 4 оқушы қанағаттандырарлық деген бағаға оқиды. Ал 2 оқушы үлгерімі төмен. Сыныптан кездейсоқтан таңдап алынған оқушының үлгерімі өте жақсы немесе жақсы болуының ықтималдығын табыңдар. Бұл жерде барлығы n-іміз тең болады 25-ке. Ал енді бізге жақсы және де өте жақсыны сұрап жатыр. Сондықтан да біз m1, m2 деп бөліп алайық. Сол кезде m1-іміз тең болады, өте жақсы бізде 5 оқушы оқиды. Яғни 5-ке тең. m2-міз жақсыға бізде 12 оқушы оқиды. Сондықтан 12-ке тең болады. Сол кезде А оқиғамыз мысалға m1 бөлінген n, Б оқиғамыз m2 бөлінген n болады. Сол кезде немесе деп шылау қолданылған. Сондықтан біз екеуін қосамыз. Қосқандықтан бізде 25-тен 5 қосылған 25-тен 12 тең болады 25-тен 17. Бұл есеп жауабы 25-тен 17 болады. Келесі 31-де 4-ші есептің екіншісін шығарсақ, 25 емтихан билеттің ішінде 5 жеңіл билет бар. 2 оқушы кезекпен 1 билеттен алады. Бірінші оқушының жеңіл билетті алуының ықтималдығын табыңдар дейді. Бізде барлығы 25 билет берілген, сондықтан n-іміз 25-ке тең болады. 5 жеңіл билет бар, сонда n-іміз тең 5-ке. Бірінші оқушы, ол екінші оқушы алса қалай ол сағат әсер етпейді. Сондықтан бірінші оқушы біз бірінші кезекті алып жатыр ғой. Сондықтан бізде n бөлінген n деген формула қойсақ, сол 25 бөлінген 5 болады. Сол кезде 5-тен 1 болады жауабы. Бұл есептің жауабы 5-тен 1. Ал осы А деңгейіміздің соңғы есебі 31-де 5-ші есеп. Ойын сүйегі лақтырылды дейді. Оның ойын сүйегі бізге бәрімізге белгілі, оның 6 жағы болады. Сондықтан біз 1, 2, 3, 4, 5, 6 санын қолданатын боламыз қазір бұл есепте. Бірінші шарты 3 немесе 5 санын түсуінің ықтималдығын табамыз. Ол дегеніміз, яғни m-іміз тең 1-ге тең болады. Себебі 3-те 5-те 1-1-ден бұл жерде. n-іміз тең 6-ға. Сол кезде А оқиғасы мен Б оқиғасын қосамыз. Сол кезде 6-тан 1 қосылған 6-тан 1 тең болады 3-тен 1. Екіншіміз 6 немесе 5 санын түсуінің ықтималдығын табамыз. Бұл да дәл солай есептелінеді. Ал үшіншісі 7 санын түсу ықтималдығын табамыз. 7 санын түсуінің ықтималдығын табу үшін бұл жерде бізде 7 саны жоқ. Яғни біз қарастырылмаған. Сондықтан да бізде m-іміз тең 0-ге болады. Сол кезде 0 бөлінген 6 тең болады 0. Балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.